Сәлеметсіздер ме, оқырман қауым? Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға қазақтың ұлттық қолөнер мәдениеті көрмесін ұсынады. Көрмеде қазақ халқының қолөнері туралы кітаптар қойылған. Бұл кітаптар ағаштан, сүйектен, металдан және былғарыдан жасалған халық шеберлерінің өнімдерімен таныстырады. Ағаш кесу өнері бүкіл Қазақстан аумағында, әсіресе оның солтүстік аймақтарында кең таралған. Қазақтарда ағашты өңдеу ең алдымен көшпелі өмір салтының қажеттіліктерімен байланысты болды. Ағаштан киіз үйдің қаңқасын, оның есіктері мен жақтауларын жасаған. Көшпелі өмір салтына қарамастан, қазақтарда ағаш жиһаз, яғни кереуеттер, шкафтар, киім ілгіштер болған. Үй ыдыстарынан азық-түлік, киім-кешек, киіздер, кілемдер және төсек орындарды сақтауға арналған сандықтар, қымыз шайқауға арналған тостағандар мен былғауыштар болған. Осы бұйымдардың барлығының үлгілері мен металдан жасалған ежелгі көркемөнер бұйымдарының коллекциялары бізде Денисов ауданының тарихи-өлкетану мұражайында ұсынылған. Олардың ішінде әртүрлі әшекейлер құрайтын арнайы топ бар. Оларды орындау техникасы, темір ұстасы мен зергерлік бұйымдардың өте жоғары деңгейде болғанын бағалауға мүмкіндік береді. Мұражай үнемі жергілікті қолөнер шеберлерінің түрлі бұйымдарымен толықтырылып отырады. Соның ішінде аудандық мәдениет үйінің музыкалық жетекшісі Ғазезов Бекзат қолөнерде өзінің дарынын көрсетуде. Өз қолымен қазақтың музыкалық аспабы жетігенді жасап мұражайға тапсырған. Өз жұмысында аудандық кітапхананың суретші безендірушісі Коншин Вячеслав үлкен ықыласпен және шабытпен әртүрлі бұйымдар жасайды. Денисов ауданында қолөнермен айналысатын және өз жұмыстарын көрмелерде көрсететін көптеген талантты шеберлер бар.